Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қиярды қысқы жылыжайда өсіру. 4 сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ: қиярды қалыптастыру, соқырайту туралы түсініктер. Екінші сұрақ: қысқы көктемгі айналымда қиярдың партенокарпты будандарын қалыптастыру. Үшінші сұрақ: қысқы көктемгі айналымда ара тозаңданатын қияр будандарының қалыптасуы. Және төртінші сұрақ: көктемгі жазғы айналымда қиярдың партенокарпты будандарының қалыптасуы. Жылыжайда қиярды қалыптастыру және соқырайту деген істермен өсіреді. Қалыптастыру дегеніміз не? Ол бірнеше себептерге байланысты қажет етеді. Біріншіден, бұл процесс өнімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Өйткені қоректік заттар бүйірлік өсінділерге емес, жемістерге бағытталады. Ал екіншіден, қалыптастыру ол күтім мен егін жинауды жеңілдету арқылы өсімдіктің өсуін бақылауға көмектеседі. Өсімдіктерді тік аспамен тәсілмен қалыптастырады. Партенокарптық сорттар мен будандардың өсімдіктерін басқаша қалыптастырады. Жазғы күзгі мәдениетте қиярдың партенокарпты будандарының қалыптасуы ол ерте отырғызу кезінде, мысалы 10 шілдеге дейін өсімдіктерді пайда болу процесінде негізгі өркеннің төменгі 3-4 түйін толығымен соқыр болады. Келесі 2-4 түйіндердің аралығында бүйірлік өркендер 1-2 жапыраққа, келесі түйіндерге 2-3 жапыраққа қысылады. Негізгі сабақтың жоғарғы жағы торлы сымға 1-2-3 рет оралып қысылады да, немесе 5-80 см төмен түсіп, содан кейін қысылады. Жылыжайда қиярды тордан жасалған шпалераға, ол деген тік құрылымы, оны жерге қазылған немесе ағаш немесе металдан жасалған тіректер және олардың арасына созылған арнайы торлы матадан тұрады. Оның бойымен өсімдіктің сабақтары тоқылған, оны жіңішке бөлімдеріне жабысып, бұртшаларымен мықты ұсталады. Оны шпалера деп айтады. Оны тігінен өсімдіктерді байлап, мысалы метрге дейін байлауға болады. Жылыжайда қиярды тағы да соқырайту деген бар, немесе ослепление деп айтады. Бұл аналық гүлдену түрі бар партенокарпты қиярға арналған операция. Оларда аналық без тұқымжарнағынан бастап төменгі түйіндерде пайда болады. Өсімдіктер дамымайынша бұл түйін оларды әлсіретеді және оны алып тастау керек. Егер ашық далада шпалераға байламай өсірілсе, онда әдетте қияр төменгі түйіндерде соқырайту болмайды. Осы қалыптастыру арқылы, соқырайту арқылы әртүрлі сорттарды әртүрлі қалыптастырады. Мысалы, партенокарпты бөлек, ара мен тозаңданатындарды бөлек, сол келесіне тоқтап өтсек. Қысқы көктемгі айналымда ара тозаңданатын қияр будандарының қалыптасуы. Бұл кезде қалыптастыру аналық гүлдер мен бүйірлік өркендер негізгі сабақтың төменгі 4-5 түйінінде кесіп алып тастайды. Әрі қарай сабақтың биіктігінің жартысына дейін бүйірлік өркеннің 2-ші жапырағынан жоғары, 3-тен жоғары шырпылады да, сабақтың жоғарғы жағын торлы сымға өріп жіберіп, байлап жібереді. Ұзақ жеміс беру кезеңін қамтамасыз ету үшін негізгі өркеннің жоғарғы жағы торлы сымның үстінен 3-5-ші жапырақтың үстінен шырпып, оны тордың айналасына орап, 1-2 жоғарғы бүйірлік өсінділерін төмен қарай босатылып, оларды жотаның бетінен 1 метр биіктікке қысады. Өсімдіктің жоғарғы бөлігін бірден қысып алмауға болады, бірақ оның тордың айналасына 2 рет орап, төмен түсіріп, содан кейін топырақ деңгейімен шамамен 80-100 см биіктікте шырпылады. Жемістерді нормалау жүргізілмейді және бүйірлік өркендер саны шектелмейді. Ұзартылған дақыл өсімдіктерде 2-ші ретті бүйірлік өркендер қалады да, олар 1-2 жапырақтың үстінен шырпылады. Келесі ол қысқы көктемгі айналымда қиярдың партенокарпты будандарының қалыптасуы. Бұндағы ерекшелік бұл қалыптасу процесінде негізгі сабақтың 5-7 төменгі түйіндерінде аналық гүлдер мен бүйірлік өркендер алынып тастайды. Әрі қарай
сабақтың биіктігінің жартысына дейін бүйірлік өсінділері екінші жапырақтан жоғары, үшінші жапырақтан жоғары шырпылады. Негізгі өркеннің жоғарғы жағы үшінші бесінші түйіннің үстінен торлы сым өсіп шыққаннан кейін қысылып, сабақтың сынуын болдырмау үшін торға байлайды. Негізгі сабақтың соңғы жапырақтарынан, қолтықтарынан бүйірлік өсінділер босатылады. Олар 4-5 жапырақ арқылы қысылып, жотаның бетінен 1 метр биіктікке дейін жалғасады. Кейбір гибридтерде жемістерді нормалау және бүйірлік өркендер саны бар өзгертілмейді. Басқа будандарда негізгі сабақтағы жемістердің саны нормаланады, бүйірлік өркендер саны шектелмейді. Вегетациялық кезеңнің бірінші жартысында ұзақ бұлтты ауа райы будандар негізінің сабақтың төменгі түйіндерінің көпшілігінде аналық гүлдері алып тастайды. Өйткені ауа райына байланысты 9-11 түйінге дейін алып тастауға болады. Жеміс беру кезеңінің басында аралар қолданған жағдайда өсімдіктердегі табиғи жарық жағдайларына қарамастан кейбір будандардың екпелерінде негізгі сабақтың 5-7 төменгі түйіндері соқыр болады. Көктемгі жазғы айналымда ара тозаңданатын қияр будандарының қалыптасуы. Жаңа біз алдындағы қысқы кездегін айтып кететін болсақ, мына көктемгі жазғы айларында ерекшелігі келесі. Төменгі 3-4 жапырақтың қолтықтарында өсімдіктер пайда болған кезде негізгі сабақтың аналық гүлдері алынып тасталады және бүйірлік өркендер толығымен кесіледі. Негізгі сабақтың келесі 2-3 түйіндерінде бүйірлік өркен 1-2 жапырақтың үстінен, келесі түйіндерде 2-4 жапырақтың үстінен қысылады. Өсімдіктердің жоғарғы жағы торлы сымның айналасына 1-2 немесе 3 рет мұқият оралып, төмен қарай босатылып, топырақ бетінен немесе жаңағы субстрат бетінен 80-100 см деңгейде қысылады. Ара тозаңданатын будандар үшін қияр өсімдіктерін қалыптастырудың бірдей схемасы өтпелі айналымда жүзеге асырылады. Мысалы, негізгі сабақтың 2 бөлімдегі жапырақтарын салбыратып жіберуге болады төмен қарай, немесе сол негізгі жапырақты байлап бірнеше рет жаңағы шпалераға ондай әдістерді қолдануға болады. Және үшіншісі, енді жазғы күзгі мәдениетте қиярдың партенокарпты будандарының қалыптасуы. Бұнда ерекшелігі ұзын жемісті будандарда аналық түйіндер негізгі жапырақ қолтықтарында 40 см биіктікке дейін жойылады да, ал аналық түйіндер үшін 60-70 см биіктікке дейін құрайту жасап, бүйірлік өркендер 90 см-ге дейін және одан кейін бүйірлік өркендер бір жапыраққа бір аналық түйінге қысылады. Қалыптастыру әдістері жылыжайда қиярдың сортына байланысты жүреді және өсіру технологиясына байланысты жүреді. Келесі слайдта бақылау сұрақтары беріледі. Келесі. Бірінші сұрақ: қорғалған топырақта өсіру үшін қолданылатын қияр будандарының шаруашылық және биологиялық белгілері. Және осы сұрақта қалыптастыру туралы, соқырайту туралы, шырпу туралы айтып кетсеңіз. Екінші сұрақ: қияр көшеттерін өсіру технологиясы. Ол алдыңғы дәрістерде берілді, соны қайталап айту керек. Үшінші сұрақ деген жазғы, күзгі және қысқа көктемгі айналымдарда қияр өсіру технологиясы. Төртінші сұрақ: қорғалған топырақта қияр өсімдіктерін қалыптастыру схемалары. Бесінші сұрақ: қияр өсімдіктерінің генеративті және вегетативті дамуын басқару әдістері. Назарға тыңдағандарыңыз үшін рахмет.